тарихындағы бір табиғи заңдылық бүгінгі ұрпаққа тәуелсіздікті тарту етіп, оны абыройлы сақтауды міндет етсе, сонау 40-шы жылдары жас жігіттер мен қыздардың алдында табан астынан тап болған қанды қырғыннан елімізді сақтап қалу парызы тұрды. Сұрапыл соғыстың аяқталғанына да міне 75 жыл толды. Сол Ұлы Отан соғысының басынан аяғына дейін қатынасып, қан майданның қым-қуыт кезеңдерін басынан кешірген, одан кейінгі бейбіт өмірде де өнегелі қызмет етіп, көкірегі толған шежіре, өз ойын өлеңмен өріп, мақалмен мақамдап, сұлу сөзбен жеткізе білген әкем Шәкіман Бектібайұлы 1940 жылы Қызыл әскер қатарына шақырылған болатын. Әскерде Эстония, Литва жерлерінде болып, 6 ай оқудан кейін сержант әскери атағын алып, Литва Республикасы әскеріне кіші саяси жетекші командирі етіп жіберіледі. 1941 жылы күшті қаруланған жауға мықты тойтарыс бере алмай, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина республикалары мен Ресейдің көптеген аудан, облыстары жау қолында қалады. 1942 жылдың жазынан бастап үлкен күш жинап, жауға қарсы ойсырата соққы беріледі. 1943 жылы жау Украинаны, Белоруссияны және Ресейдің көптеген қалаларын тастап қашады. Әкеміз Ұлы Отан соғысында 1941 жылдың маусым айынан 1944 жылдың қаңтар айына дейін болып, 3 рет жарақат алады. Соңғы жарақаты ауыр болып, госпитальда емделіп, екінші топтағы мүгедек болып, 1944 жылы туған жері Қызылорда облысы Қармақшы ауданына оралады. Соғыстың аты соғыс, ондағы көрген қиыншылықтарды айтып таусалмаймын дейді әкеміз. Соғыста 2 рет Қызыл жұлдыз, 1-ші дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, 4 еңбек, 12 жауынгерлік медальдарымен, Қазақ СССР жоғары кеңесі грамотасымен марапатталған. 14 рет ауылдық, қыстақтық, аудандық кеңестер депутаты болып сайланған. Еңбек демалысына шыққаннан кейін соғыс кезінде жазылған өлеңдерін еске түсіріп, Қармақшы аудандық газетіне жариялап отырды. 1995 жылы өлеңдер жинағы Алматы қаласында кітап болып шықты. Бұзылды ұйқы кенеттен, майданнан хат, барлауда өлеңдерінде фашизмнің зұлымдық әрекеттерін баяндай келе, жау жеңбейді, қан құмарды біз жеңеміз деп келешекке сеніммен қарайды. Әкеміз, анамыз Мариамкүлмен бірге 10 бала тәрбиелеп, бәрінде оқытып, жоғары білімді азамат етіп өсірді. Осы балаларының арқасында немере шөберелерінің аманшылығын тілеп, ұрпақтар өсіп келе жатқанына сүйсініп, солардың қуанышы мен кәрлікке бой бермеуші еді. Аллаға мыңда бір шүкір, ұл ұяға, қыз қияға қонып, ұрпақтары жалғасуда. Бейбіт өмір елде мәңгі орнасын, жер жүзінде қанды соғыс болмасын, елім аман, жерім аман болсыншы, тілегімді жаратушым қолдасын. Ұрпақтарым жаманшылық көрмесін, жақсы талап алға қарай өрлесін, бар байлықты өзі қазақ меңгеріп, еркін билік бөтен елге бермесін. Ардагерлер, жеңіс тойға келіңдер, міне тағы ұлы тойды көріңдер. Құрмет деп тұр елім және елбасым, ақ тілекпен шын батаңды беріңдер. Бұл әкемнің жеңіс күні мерекесіне арнап шығарған өлең шумақтарынан үзінді болатын. Бейбіт өмір үшін күресіп, ерлік еткен әкелерімізге, ардақты ардагерлерге тағзым етеміз. Жеңіс күні құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.